Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар. Мен фамилиям Дулатов Ықылас Дулатұлы. Осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру сабағынан жаңағыдай дәріс жүргізушімін. Және де осы Болашақ университетінің аға оқытушысымын. Осы бүгінгі сабағымыз сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру сабағы бойынша неге сыбайлас жемқорлыққа қарсы сананы қалыптастыру. Біз алдыңғы сабақта айтып кеткенбіз. Осы жағдай сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру екі бағытта атқарылады деп. Бірінші сыбайлас жемқорлыққа қарсы сананы қалыптастыру болса, екінші бағыт сыбайлас жемқорлыққа қарсы жаңағыдай тұра білу қабілеті деп. Демек, сананы қалыптастыру. Біз айтып кеттік, адамгершілік. Осы жағдай адамгершілік, қағидаты, парасаттылық, жаңағыдай заңдылықты сақтау, әдептілікті сақтау, әдепті қарым-қатынас, адами қарым-қатынас қазіргі осы мағлұматтар қоғамымызда өте құнды жаңағыдай болып саналады. Өте қажеттілік болып отыр. Өйткені көрдіңіз бе, қазір біз мемлекеттік қызметті, кез келген мемлекеттік қызметті мемлекеттік аппаратты алатын болсақ, қорғау органдары болсын, тіпті коммерциялық ұйымдар болсын, басқа да жаңағыдай кәсіпкерлік мекемелер болсын, акционерлік қоғамдар болсын, барлық жерде ең бірінші жаңағыдай бастапқыда бұрын ол кәсіби білікті, сондай бір жаңағыдай жұмысын жақсы білетін маман болса екен деген талап болатын болса, қазіргі уақытта ол талаптың орындалуы жеткіліксіз болып қалды. Демек, қазіргі жаңағыдай мемлекеттік қызметкер, кәсіпкер болсын, коммерциялық ұйым қызметкері болсын, бұл енді адам тек қана кәсіби білікті дайындалған, жұмысын жақсы білетін, өте бір іскер, өте бір жаңағыдай білімді маман ғана емес, сонымен қатар өзі жаңағыдай адамдармен қарым-қатынаста әдепті сақтап, әдеп нормасын сақтайтын, әдепті жаңағыдай кішіпейіл, өзінің қызметіне адал, өзінің қызметіне парасатты, адаммен қарым-қатынаста адамгершілік, адами қарым-қатынаста сақтайтын қызметкер болу қажет деген талап қойылып отыр қазірде. Демек, адамдардың жаңағыдай қарым-қатынасында кішіпейілдіктің болуы өте маңызды. Тіпті жоғары қызметтегі, жаңағыдай басшылық қызметтегі лауазымды адам болса да, егер оның жаңағыдай әдеп кодексін сақтамаса, кішіпейілдігі болмаса, кішіпейілдік, адами қарым-қатынас, адамгершілік қарым-қатынас, басқа бір азаматтармен қарым-қатынас жүргізбейтін болса, бұл әрине жаңағыдай көптеген жағдайда бұндай әрекеттер, бұндай көзқарастар бұл әдеп кодексінің нормаларын бұзумен сол тәртіптік жауапкершілікке әкеліп соқтырады. Тіпті бұндай лауазымды адамдар көптеген жағдайда тек қана тәртіптік жауапкершілікпен емес, тіпті әкімшілік бұзушылық бойынша жауапкершілікпен, тіпті қылмыстық жауапкершілікпен де жауапкершілікке де әкеліп соқтырып жататын да құбылыстар бар да. Оның біреусі жаңағыдай дөрекілік, мынау жаңағыдай бір қатты дөрекі сөйлеу, басқа бір адамның жаңағыдай ар-ожданына зиян келтіру, ар-ожданына зиян келтіретін жаңағыдай сөздер айту деген секілді. Болмаса бұзақылық әрекеттері. Мінекей, біз байқап отырғанымыздай, әдеп кодексін сақтау, адамгершілікті сақтау, адами қарым-қатынасты сақтау, ол жаңағыдай жалпы сыбайлас жемқорлыққа қарсы сананы қалыптастырады екен. Демек, мемлекеттік қызметте, болмаса жаңағыдай коммерциялық ұйымда әдеп нормасын, адамгершілікті, парасаттылықты, адалдықты сақтай отырып, қызметкер немесе жаңағыдай жеке азамат сақтай отырып, сыбайлас жемқорлыққа қарсы жаңағыдай сананы қалыптастырады екен. Және де осы сыбайлас жемқорлықтың біз қаншалықты зардапты, зиян келтіретінін біз үнемі насихаттап көрсетіп отыруымыз керек. Өйткені қараңыз, бір лауазымды адам дейік, мысал келтірейік. Басқа бір жеке адамның бір ойын, пікіріндегі, мақсатындағы нәрсені орындап беру үшін ол адамнан ақшалай, болмаса заттай сыйақы алады. Сөйтіп орындайды. Заңсыз, мысал үшін жұмысқа орналастыру, заңсыз жаңағыдай диплом алуға жәрдем көрсету, жаңағыдай жоғарғы оқу, болмаса орта арнаулы оқу орындарынан, заңсыз жолмен жер ақысын, жер телімін алу мемлекеттік органда, заңсыз лицензия алу деген сияқты әрекеттер.
Осы жерде жаңағы ескеретін жағдай бар, заңсыз әрекет жасай отырып, лауазымды адам міндетті түрде әрине сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық үшін жауапқа тартылады. Иә, жауапқа тартылады. Қазіргі уақытта мінекей қылмыстық кодекс бойынша, қылмыстық кодекстің 361 бап пен 371 бап аралығында баптар сыбайлас жемқорлықпен жасалған қылмыстар және де жаңағыдай оған сол сипаттамалы диспозицияға қосымша жазалар көрсетілген. Бас бостандығынан айыру бойынша 2 жылдан 5 жылға дейін, 5 жылдан 15 жылға дейін мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы көрсетіледі. Мысалы үшін пара алу қылмысы 366 бапта, ал 367 бапта пара беру қылмысына келетін болса, бұл екі қылмыстың екеуінде де бас бостандығынан айыру жазасы 5 жылдан максималды жаза 15 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы көрсетіледі. Бұны айтып отырған себебіміз бір жағындай заңсыздықты жасаймын деп қадам жасаған адамның нәтижесінде салдарлары осы қылмыстық жауаптылыққа әкеп соқтыратынын айтқымыз келіп тұр. Ал енді ол лауазымды тұлға, лауазымды адам, қызметші, мемлекеттік қызметте 1 ай емес, 1 жыл емес, 10 жыл жұмыс істеген болуы мүмкін, 15 жыл, 20 жыл жұмыс істеген болуы мүмкін. Көптеген дәрежелері болуы мүмкін, абыройы, өзінің жанды беделі болуы мүмкін қызметте. Көптеген жақсы игі істер атқарған болуы мүмкін. Бірақ сөйте тұра, бір күннің ішінде егер сыбайлас жемқорлық қылмысын жасап қойған болса, заңсыз әрекетпенен мінекей сол қадам, сол заңсыздық нәтижесінде қылмыстық жауапқа әкеліп соқтырады, жауаптылыққа, бас бостандығынан айыру жазасына әкеліп соқтырады. Тіпті айыппұл төлегеннің өзінде де айыппұлдың сомасы ірі мөлшерде қазір. Енді айыппұл төлегеннің өзінде де соттылық көрсетіліп, ол адам мемлекеттік қызметтен босатылып, өмір бойына мемлекеттік қызметке орналасу құқығынан айырылады. Және де ол соттылығы жаңағыдай жөніндегі ақпарат, жаңағыдай бас прокуратураның құрамындағы арнайы ақпарат басқармасына, регистрына тіркеуге енгізіледі. Мінекей біз айтқанымыздай, көрдіңіз бе, осы жерде сыбайлас жемқорлыққа қарсы сананы қалыптастыру өте маңызды болып тұр. Біз сыбайлас жемқорлыққа қарсы сананы қалыптастыру үшін ең бірінші парасаттылық, адамгершілік, адалдық, игілік, кішіпейілдік, адами қарым-қатынасты насихаттап, сабағымызда, дәрістерімізде жүргізетін болсақ, оны осы әдеп қарым-қатынастарға шақыратын болсақ, жастарды, студенттерді. Екінші тарапта, бұл енді кез келген сыбайлас жемқорлықтың құқық бұзушылық ретінде қаралып, ол міндетті түрде я әкімшілік жауапкершілікке, немесе қылмыстық жауапкершілікке, ал енді мемлекеттік қызмет туралы заң бойынша тәртіптік жауапкершілікке әкеп соқтыратынын айтқымыз келіп тұрды бұл жерде. Мінекей, сондықтан біз бірінші тарапты ойлауымыз керекпіз. Кез келген заңсыз әрекет жасайтын болса, бөтеннің мүлкіне де қол сұғып, заңсыз жолмен бөтеннің мүлкін алатын болса, ақша, пара алатын болса, ондай парақорлық сияқты қылмыстар, құқық бұзушылықтар, болмаса жаңағыдай қандай да бір заңсыз жолмен басқа адамның қызметін пайдаланып, оған ақша төлемеу, ақы төлемеу деген секілді. Біреуден жаңағыдай ақшаны алып, заңсыз жолмен жаңағыдай қайтармау, алаяқтық сияқты қылмыстар мысал үшін. Осындай бір бұзушылықтың барлығы әрине адамның бірінші тарапта өзіне зардап келтіретінін айтқымыз келіп тұр. Адамның өзіне және де қоғамда басқа да адамдарға, жақын жаңағыдай отбасындағы адамдарға да зиян келтіреді. Мынандай бір қысқа бір сөз бар, өзі айтқым келіп тұр, астарлы өте. Неғұрлым жаңағыдай балтаменен дейді жаңағыдай ағашты шапсан, оның жаңағыдай балтаменен ағашты шапқанда, сол өгіндісі дейді жаңағыдай балтамен шапқанда адамның өзіне де шашырайды, басқа адам жанында адамдар тұрса, адамдарға да шашырайды. Сол сияқты кез келген адам қоғамда қандай да бір заңсыз әрекет жасаса, ол өзінің заңсыз әрекетімен өзіне де және басқа адамдарға зиян келтіріп отырады. Мінекей, осы тарапта сондықтан сыбайлас жемқорлыққа қарсы жаңағы сананы қалыптастыру керек.
қалай бір жағынан жаңағыдай әділдік пен парасаттылықты, адамгершілікті дәрісті айтып насихаттау жолменен, екінші тарапта жаңағыдай құқық бұзушылықтың жазалаумен аяқталатыны жөнінде айтып отыруымыз керек бізде. Демек, заңды бұздың ба, жауапқа тартасың деген сөз. Жауапсыздық болып кетпейді еш нәрсе. Өйткені бір жолға жауапқа тартылмай қалған адам, ол күнде қайттан жауапқа тартылады. Оны айтатын болсақ, өйткені көріңіз, қылмыстық әрекет, болмаса құқық бұзушылық әрекетін жасаған адам келесі қайтара көп ұзамай тағы да қандай да бір құқық бұзушылық жасауы мүмкін. Сондықтан біздің осы жағында бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе айтқым келіп тұрғаны, біз жаңағыдай сыбайлас жемқорлыққа қарсы сананы қалыптастырып, сол жағдайда өзгертпейтіндей қылып қалыптастыруымыз керек бізде. Демек, біздің санамыз қашанда жемқорлыққа қарсы болу керек, заң бұзушылыққа қарсы болу керек, бөтеннің мүлкіне қол сұқпауымыз керекпіз, бөтеннің мүлкін иемдемеуіміз керекпіз. Жүрген жерде адамгершілікті, адами қатынасты, парасаттылықты, адалдықты, заңдылық қағидатын сақтап, әдеп нормасын сақтап жүруіміз керек. Енді тағы да бір бағыт бар, айта кетуіміз керек. Біз осы жерде қосымша келесі сабақта оны тағы да тұжырымдап кетемін. Бұл жерде сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұра білу қабілеті. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұра білу қабілеті да. Қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұра білу қабілеті қалыптасуға тиісті. Демек, ол сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұра білу қабілеті ол балабақша жасынан, мектеп жасынан қалыптасса, келешекте жаңағыдай қоғамда адамдар, жеке азаматтар сыбайлас жемқорлыққа жаңағыдай қадам жасамайды. Сыбайлас жемқорлық әрекеттеріне жаңағыдай бармайды. Соның нәтижесінде сыбайлас жемқорлық, құқық бұзушылықтар азаяды деген пікір бар. Ұлыбритания, Швеция, Дания сияқты, Сингапур сияқты мемлекеттерде сыбайлас жемқорлыққа қарсы жаңағыдай тұра білу қабілетін, сыбайлас жемқорлыққа қарсы сананы сол мектеп жасынан, балабақша жасынан қалыптастырады екен. Демек, бұл жерде енді шетел тәжірибесіне келетін болсақ, бұл өте дұрыс нәрсе деп санаймыз, әрине көріңіз. Сондықтан осы балабақшаларда, мектептерде, колледждер мен жаңағыдай жоғарғы оқу орындарында, құқық қорғау органдарының құрамындағы жаңағыдай оқу орындарында жас мамандарға, жас кадеттерге, жас курсанттарға, студенттерге алдында жаңағыдай осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұра білу бойынша дәрісті, үгіт-насихатты үздіксіз жиі жүргізіп отыру керек. Кейбір адамдар бүйтіп ойлайды, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру дегеніміз, демек ол колледждерде, болмаса университеттерде оқып қана қоятын сабақ қой, кішкентай ғана деп түсінеді екен. Ол қате пікір. Өйткені бұл сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру ең бірінші тарапта осы сыбайлас жемқорлыққа алдын алудың алғы шарты деп санаймын өзім. Солай негізінде. Өйткені көрдіңіз бе, сыбайлас жемқорлыққа қарсы жаңағыдай алдын айтқанымыздай сана қалыптаспай, сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұра білмей, жеке азамат немесе мемлекеттік қызметші, ол ешқашан сыбайлас жемқорлықтың алдын ала алмайды. Ол ешқашан сыбайлас жемқорлықпен күресе алмайды. Енді егер сыбайлас жемқорлыққа қарсы сана мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұра білу қабілеттері қалыптаспаса, қоғамда, жеке азаматты, мемлекеттік қызметшілерде, онда жаңағыдай қаншама жемқорлық бойынша адам жауапқа тартылса да, лауазымды адамдар жауапқа тартылса да, қаншама да сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдар жүргізілетін болса, қаншама жаңағыдай стандарттар орындалса да, бәрібір де жаңағыдай бұл жерде сыбайлас жемқорлықты азайту, жою мүмкін емес болады. Егерден жаңағыдай сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұра білу қабілеті қалыптаспаса, мемлекеттік қызметшіде де, жеке азаматта да. Ең бастысы, сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұра білу қабілетін қалыптастырудағы ең бастысы ескеретін жайт, ол адамға заңдылық қағидатын үйрету. Заңдылықты үйрету, заңдарды, нормаларын оқытып отыру жағдай. Қылмыстық кодекс, әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекс, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заң, мемлекеттік қызмет туралы заң, әдеп кодексі деген жалпы заңнамаларды үнемі түсіндіріп айтып отыру. Заңдылық қағидатын қатаң сақтау.
заңдылық қағидатын бұзбау, орындау, заңның алдында бәрінің тең екендігі қағидатын сақтау. Және де осы жерде жаңағыдай сыбайлас жемқорлықтың өзін жаңағыдай өте бір зардап келтіретін, зиян келтіретін, жағымсыз сондай құбылыс етіп көрсету бастағанда. Ол қалай? Енді көрдіңіз бе? Демек, басқа бір адамнан пара алған жағдайда, болмаса берген жағдайда, ол жаңағыдай заңды бұзушы, демек бар жаңағыдай көп кешікпей жауапқа тартылатын адамның өзіне нақты ашық көрсетіп беріп отыру. Осы жерде тағы да бір айта кеткіміз келеді. Демек, көрдіңіз бе, қорытындылай келе, бүгінгі мына осы лекциямда сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұра білу қабілетінде, тағы да бір ескеретін жайт, әрине, ол көптеген жағдайда жаңағыдай ешбір жаңағыдай заң бұзушылыққа бармау. Заң бұзушылыққа бармау жағдай. Егердің бір кез келген бір азамат, бір адам, мынау біреудің мәжбүрлеуімен, басқа бір адамның жаңа бопсалауымен, я болмаса басқа бір адам жаңағыдай талап етуімен, қызмет бабымен тәуелді болса, бір лауазымдадан екінші лауазымды адамға. Осы жерде жаңағыдай кез келген адам сол сыбайлас жемқорлық қылмысын жасаудан, кез келген қылмыстық әрекет жасаудан бас тартуына құқығы бар. Сыбайлас жемқорлық болмаса басқа құқық бұзушылықтан бас тартып, сол әрекетті басында жаңағыдай сөз байласқан бола тұра да бас тартып, сол әрекетті жасамай, бас тартып, сол әрекетті жасамаған адам қылмыстық жауаптылыққа тартылмайды, қылмыстық жауаптылықтан босатылады. Бізде көрінісі көріңіздер, қоғамда кейде айтады, бізде айтады, жалпылай, кейбір адамдар айтады, мысалы үшін, жемқорлық бәрібір жаңа жойылмайды, жемқорлық бар, бәрін қызметке барсаң да, оқуға барсаң да, бәрін жаңағыда ақшалай, заттай, сыйақы беріп, сатып алуға тура келеді, онсыз шаруа бітпейді деген әңгімені, дегендей пікір айтады. Бұндай пікірді қолдауға болмайды. Көптеген жағдайда бұл өзі көрдіңіз бе, адам заңдылық қағидатын сақтап, әділ жолменен еңбек ететін болса, маңдай тертеу, ол оқуды да жақсы көрсеткішпен бітіреді. Ол жаңағыдай бір конкурсқа, қызметке тағайындалатын болса, конкурсқа қатысса, тест тапсыратын кезде де жақсы жаңағыдай жан-жақты толыққанды білім алған болса, өте зерек білім алған болса, ол тестілерді жақсы жоғары бағамен тапсырып, конкурста да жаңағыдай үлкен көрсеткіш жинап алады. Енді мемлекеттік қызметке кіргенде де конкурста жақсы көрсеткіш алған адам мемлекеттік қызметке қабылданбайды емес, қабылданады әрине. Өйткені бізде мемлекеттік қызмет туралы заңда қызметке қабылдау бойынша арнайы баптар бар, арнайы ереже бар. Сол заңдардың барлығы сараптамадан өткен, толыққанды жаңағыдай заңдылық қағидаты сақталған. Сондықтан да көрдіңіз бе, бұл өзі ақша берсе ғана бітет, шаруа бітет деген ондай ой пікірден адам аулақ болуға тиісті, және қолдамауға тиісті. Мінекей осы жерде адам жаңағыдай сыбайлас жемқорлық әрекетін жасауға емес, керісінше сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұра білу қабілеті мықты болу керек. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұра білу қабілеті мықты қалыптасқан лауазымдыға ешқашан сыбайлас жемқорлық қылмыстарына бармайды. Бүгінгі мінекей лекциямыз осымен тәмамдап тұрмын. Қорытындылап келгенде осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұра білу қабілетіміз мықты болсын. Құрметті студенттер, жақсы көп рахмет.